Шұбар тауық ертегісі. Ертеде бір ауылда кемпір мен шал өмір сүріпті. Кемпір мен шалдың бір шұбар тауығы болыпты. Бір күні тауық жұмыртқа тауыпты. Тапқан жұмыртқасы жай емес, алтын жұмыртқа екен. Шал жұмыртқаны қасықпен ұрып сындыра алмады. Кемпір шалына: «Маған берші», дейді. Кемпір де жұмыртқаны қасықпен ұрып сындыра алмады. Бұл дыбыстарды естіген тышқан тесіктен атып шығып, жүгіріп бара жатып, құйрығын шайқаған кезде жұмыртқа құлап, өз-өзінен сынып қалады. Жарылған жұмыртқаның ішінде ешқандай да байлық жоқ екен. Іші кәдімгі жұмыртқа. Оны көрген шал мен кемпір жылай жөнеледі. Тауық қоқылдап: «Құт-құт-құт-құт-құт-құт-құт-құт-құт. Ата, әже, жыламаңдар. Мен сендерге жаңадан алтын емес, кәдімгі жұмыртқа тауып беремін». Тауық кемпір мен шалды жұбатады. Сөйтіп, барлығы бұрынғыша өмірлерін сүре береді.